Хабарымызды жалғастырамыз. Өскемен қылмыскерлер мен адам өлтіруші қаныпезерлердің мекенін айналған. Статистика бойынша ең ауыр қылмыстар дәл осы облыс орталығында жасалатын көрінеді. Сұрақы сол қолын қанға бұлғап жүргендердің арасында мектеп оқушылары да жоқ емес. Танымал тарихшы Виктор Тюктюк қаланың қылмыскерлер орталығына айналуына түрмелердің көптігі себеп болуы мүмкін дейді. Сондықтан Теміртордағы беделділердің қол ұзындығы да қоғамға кері әсерін тигізбей отырған жоқ. Еліміздің шығыс өңірінде қылмыстық әрекеттердің белең алуына ұстаздар да полицейлер де құлықсыз отыр. Қала берді бір жасөспірімнің қатарынан бірнеше қылмысқа қатысы бар екенде анықталған істер жеткілікті. Мәселен, мамандар жыл басынан бері 20 ұрлық, тонау, көлік айдап кету сияқты қылмыстарға қатысы бар жеткіншекті тіркеуге алған. Начало этого года, вернее, есть у нас один несовершеннолетний, вот на сегодняшний день, который нам дает порядка уже 20 преступлений. Попытки кражи, угоны, попытки угонов.